Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптарының анасы. Бүгінгі видеода мен атақты UFC чемпионы, әрине Конор Макгрегор жайлы айтатын боламын. Конор Энтони Макгрегор 1988 жылы туған. Ирландық аралас жекпе-жекке күресінің күрескері, жартылай жеңіл салмағының UFC чемпионы. 2016 жылдың наурыз айындағы UFC-дің тұжырымы бойынша ирландық чемпион салмаққа байланыссыз рейтинг бойынша 8-ші орында. Шердок рейтингісі бойынша Макгрегор жартылай ауыр салмақ бойынша чемпион. Конор Макгрегордың жастық шағы. Конор Макгрегор Ирландия мемлекетіндегі Дублин деген жерде өмірге келген. Ол Дублиннің оңтүстігінде Крамлин деген қаланың шетінде туып өскен. Конор сол жерде алғаш рет спортпен қызыққан, әсіресе футбол спорт түріне жақын болған. Макгрегор Селтик деген футбол құрама командасында өз шеберлігін көрсеткен. Және ол ағылшын премьер лигасындағы Манчестер Юнайтед футбол құрамына жанкүйер болған. 2006 жылы Макгрегор отбасымен Луканға көш ауыстырған. Сол жерде орта мектепке барған. Уақыт өте Конор Макгрегор Луканға күресуді болашақ UFC күрескері Томми Оганмен үйренген. Солай ол аралас жекпе-жек күресінде түрінде қызығушылық көрсеткен. 16 жасында CVG командасында өнер көрсеткен. 2015 жылы Конор Макгрегор UFC 222 атты телешоуда өзінің еуропалық құрама командасының бапкері ретінде қатысты. Конор Макгрегордың жетістіктері: жартылай жеңіл салмағындағы UFC чемпионы, кештегі ең үздік нокаут деген жүлдеге иегері. Сонымен бүгінгі видео достар, атақты UFC чемпионы Конор Энтони Макгрегор туралы болды. Егер де видео ұнаса лайк басыңыз және арнаға жазылып тамашаласаңыз. Сау болыңыз достар, келесі